Пандемия басталып, бәрі онлайнға көшкенде медиа сауатымыз сыналғаны рас. Мессенджерде сөйлесу әдебін білмегендер күлкіге қалып та жатты. Әсіресе мұғалімдердің аудио хабарламасы желіде жиі тарап, түрлі мемге айналды. Мұның бәрі медиа сауатын аздығынан, әсіресе желіде сөйлесу әдебін білместіктен болды. Желіде күлкіге қалудан қалай сақтануға болады? Ол үшін сынып чатында оқушылармен сөйлескенде мына 5 ережені есіңізде сақтаңыз. Бірінші, чат ережесін құрыңыз. Ережеде чаттың не мақсатта құрылғанын, сөйлесуге болатын уақыт кестесін нақты жазыңыз. Онда әңгіме қандай форматта, қалай жазылу керек екенін де ескертіңіз. Артық спамға тыйым салыңыз. Екінші, хабарламаның тақырыбын жазыңыз. Ойыңызды нақты жеткізіңіз және оны бөлек-бөлек емес, бір хабарламаға сыйғызыңыз. Үшінші, дауысты хабарлама жібермеуге тырысыңыз, өзгелерден де соны талап етіңіз. Біріншіден, сол арқылы уақытыңыз үнемделеді. Екіншіден, мейлі оқушылармен сөйлессеңіз де цифрлық этикетті сақтап, мәтін жібергеніңіз жөн. Төртінші, іскерлік қарым-қатынас стилін сақтаңыз. Сыпайы, әдепті болыңыз, этика нормаларын бұзбаңыз. Себебі мессенджерде адамның ар-намысына тіл тигізгендер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сотта кез келген хабарлама дәлел болады. Бесінші, чатта бейтарап болыңыз. Бәріне тең қарым-қатынас жасап, ешкіммен жанжалдаспаңыз. Қажет болса, ол адами мәселені жеке чатқа шығып талқылаңыз.